тамаша, жақсы. Балалар, жаратылыстану сабағы нені үйретеді бізге? Зерттеуді. Жақсы, отыра қойыңдар. Ал енді балалар, қазір барлығымыз көңіл күйімізді көтеріп алайықшы. Арнамыздың жаңаны оятар кең даланы, салт дәстүрді жаңғыртып сергітеді сананы. Ортақ біздің үйіміз, ой маржанын түйеміз, салт дәстүрдің айнасы, қара жорға биеміз. Ал жақсы балалар, жақсы көңіл күймен ендеше шеңберге тұра қалайық. Екі ішкі шеңбер және сыртқы шеңберге тұра қалайықшы кәне. Ал балалар, қазір жарық әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Мунира кәне барлығына таратып шыға қойшы. Ал балалар, қазір сендер өз атауларың бойынша топтарға отыра қойыңдар. Бірінші топ су тобы, кәне су тобы келе қаламыз. Кім су тобы? Су тобы келеміз. Сұрақтарыңды алып су тобына отыра қойыңыздар, иә? Екінші топ ауа тобы, кәне ауа тобы қайсы? Жақсы. Үшінші топ зат тобы. Ал балалар, қазір мен сіздерге сұрақ қоямын, сол сұрақты жауап бере отырып, бүгінгі жасалған сөзді табамыз. Келістік пе? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, өткен сабақта біз сендермен қан айналым жүйесін өткен болатынбыз, иә? Енді қарайшы, осы жақсы адам баласының денесінде жақсы қан айналым болу үшін не дұрыс жұмыс жасау керек? Жақсы, жүрегіміз дұрыс жасау керек. Ендеше балалар, сол жүрегіміз жақсы жұмыс жасау үшін біз үнемі қайда жүруіміз керек? Таза ауада. Иә, жарайсыңдар. Ал біз қазір сабақта отырсақ таза ауада жүре алмаймыз. Сондықтан сыныптың ішіне таза ауа кіргізу үшін біз не істейміз? Жарайсыңдар. Ендеше сол сұрағымыздың жауабын сол терезенің алдынан іздеп табайық. Қандай сөз шықты сол сұрақтың жауабы? Заттар. Заттар деген сөз шықты. Заттар деген сөз шыққан екен. Біздің сыныпта 100 сөзден артық оқитын оқушы кім? Ендеше келесі сөз жасырылған сол мұхиттың қалтасының астында. Сұрақтың жауабы не болды? Қандай деген екен. Жасырылған сөзге балалар. Енді келесі сұрақтың жауабын қане табайық. Балалар, сендердің оқу жылдамдықтарыңды қадағалап бақылайтын кім? Жақсы. Келесі сөз. Сол жерде жазып. Болады деген сөз шыққан екен. Жақсы, жарайсыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың аты қандай екен? Жақсы, жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыздың мақсаты денелер неден жасалатын және заттардың әртүрлі күйлері болатынын анықтаймыз. Ал балалар, біздің кабинетімізде әртүрлі нелер бар? Заттар. Бізде орындықтар, парталар бәрі неден жасалған? Ағаштан. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше қазір әрмен қарай осыны пысықтап өту үшін сендермен, иә балалар, әр топтан бір-бір оқушы шықсын. Артқа қарап тұрамыз барлығымызға. Көзімізді жұмып, ештеңе қарамаймыз. Артқа бұрыламыз. Бізде балалар қолмен ұстап көру әдісі, сезіну әдісі бұл. Қолмен кәне екі жақтан кіргізіп, не жасырылып тұр, соны айтамыз, және ол неден жасалған екенін айтамыз. Қасық. Қайда қасық неден жасалған? Теріден. Қар шаршамайды, ол табиғи. Шар. Жарайсың. Шарды мен не істеймін? Не істеймін? Ішіндегі ауа не істеймін? Шықпайды. Не
істейді? Секіреді. Ол ауа не тәріздес болады? Жақсы, жарайсың. Ал енді балалар мынаны өзі осындай арнайы болып келе ме, әлде оны жасай ма? Оны жасайды. Жақсы. Қайдан істейді? Жасаймыз ба? Табиғаттан берілген қасықтан істейміз. Жақсы, жарайсыздар. Балаларға қолпаштап беріңіз. Жақсы отыра қойыңыздар балалар. Ал балалар, қазір сендерге мен мынау суретке назар аударыңызшы, не болып тұрсыңдар? Домбыра. Ол нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сияқты өзіміздің ұлттық неміз аспабымыз, осы ұлттық аспабымыз арқылы қазір өзімізді бағалаймыз. Бұл өзіміздің киелі домбыра. Астына аттарымызды жазамыз. Ал балалар, бізді қоршап тұрған барлығы не десе? Заттар. Ал заттар не дейміз заттар біз? Денелер. Жақсы. Денелер. Балалар, денелердің қараңдаршы. Денелер неден жасалады? Жақсы, заттан жасалынады дейсіңдер. Мынау неден жасалынады? Мынау не өзі? Қан. Неден жасалынады? Табиғаттан аламыз, табиғат. Жақсы, мынау не? Неден жасалынады? Оны немен істейміз? Біз қолымен табиғат себебі ма? жоқ. Жасаймыз. Немен жасаймыз? Ағаштан жасадық. Жақсы, ендеше балалар, зат неше түрі бар екен? Қандай екен? Жасанды. Ал ендеше балалар, әрмен қарай біз осы білімізді әрмен қарай жалғастыру мақсатында барлығымыз оқулықты алғанбыз, 48-ші бетті ашып оқимыз. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Ал балалар, оқулықтан не түсіндік? Не білдік? Жасандыны қолмен жасайсың, табиғатты жасай алмайсың. Жақсы, әрмен қарай ендеше барлығымыз балалар естеріңде ме? Әр сабақ сайын біз сендермен сенің есіңде айдары кітапшамыз бар. Қане барлығымыз алып шығайықшы кітапшамызды. Осы кітапшамызға сендерге қазір бір тапсырма беріледі екен. Қазір дәптермен жұмыс жасаймыз. Осы кітапшамызға сен білесің бе айдарын жазып аламыз. Жарай ма? Ал балалар, барлығымыз назарымыз тақтада болсын. Тақтадағы суретті танымыз ба? Кім? Ендеше балалар, қазір барлығымыз осы қыздың айтқанына назар аударайық. Сәлеметсіңдер ме? Балалар, сендер білесіңдер ме? Алмас табиғатта кездесетін ең қатты зат, одан гауһар тас жасалады. Ал балалар, не деді бізге? Алмас Орнымыздан тұрып бір сергіп қалайықшы. Жақсы, орнымыздан тұрамыз. Барлық заттарды тастаймыз. Енді бәріміз назарымыз маған болсын. Қазір балалар, жаңбыр арқылы біз сергіп сәтін жасаймыз. Қане, жаңбыр басталды. Жаңбыр қатты жауды. Күшейді жаңбыр. Одан бәрі қатты жауды. Қиын жауды. Жаңбыр басылды. Қане орын салды. Ал балалар, жаңа оқулықтарды оқып түсінгендерді жанындағы көршімен жұптасып отырып, бір-біріне түсіндіріп отырыңдар. Білгенімді түсіндіріп отырамыз. Ал жақсы балалар, келесі біздің жұмысымыз топтық жұмыс. Әр топқа қазір бір-бірден сурет таратам, сол сурет арқылы өздерің топтасып отырып жұмыс жасаймыз. Жарай ма балалар? Қане, ал топтасып отырып, желім алып шығуға ұмытпаңыздар. Су топ аяқтады.
аяғына жетіп қалды. Ендеше, кәне барлығымыз орнымызға отырайық, жарайсыңдар. Балалар, ендеше, кәне топтарынан бір адамды сайлап, мына жерге постерларды қорғау үшін. Енді шақырыңдар. Бізге тапсырма берілген оқу туралы олда бар қарындаштар, қалам, өшіргіш, заттар бар. Мен ойлаймын, ол жасалған денелер. Себебі адамдар бәрі осы өзгеріс деді. Бұл табиғи дүние. Келісеміз ба, балалар? Ал балалар, өздеріңді бағалауға ұмытпаңдар. Және де балалар, кәне барлығымыз әр топ бір-бірін бағалайықшы. Үшінші топ пен үшінші топ су тобын бағалайықшы, ауа мен зат тобы. Кәне су тобы қалай қорқады? Бағалайық. Не себепті тоғыз? Сендір. Себебі ол заттар көп болғаннан болады. Біз Неге? Келісеміз ба, балалар? жоқ. Қорғап алып шығу өзіңіз. Біз үш ғана қателестедік. Сен өздеріңе қандай баға қояр едіңдер? Мен 9 бал қояр едім. Жақсы, жарайсыңдар. Мен үшін әр топ жақсы жауап бердіңдер. Балалар, бұл жерде сендер не білдіңдер? Мен түсіндім, табиғи сосын жасанды денелер бар екен. Ал балалар, қазір келесі біздің тапсырмамыз зерттеу жұмысы. Мына топқа заттар тобына үрленген шар беремін, жай шар беремін, 2 қасық беремін. Мына заттарды беремін. Андай 2 құтыдағы Ал жақсы балалар, зерттеу тапсырмасын орындап бітсе, кәне бірінші бізде су тобы, екінші бізде заттар тобы, үшінші бізде ауа тобы аяқтаған сияқты. Менің қолымда тобы, бұл газданған сусын, бұда қант және газ және бояу бар. Ол зиянды сусын. Ол бізде шар. Оны біз резинкіге жасаймыз. Ол жасанды. Ал балалар, біз жаңа сендермен өз қолымызбен не істедік? Не ұқтық, не білдік, не түсіндік? Заттардың қандай болатынын. Табиғи және жасанды. Екіге өттік. Жақсы балалар, сендер өмірде осы заттарды қолдана аласыңдар ма? Иә. Ал балалар, біз қорыту мақсатында қазір сендермен бір кім жылдам ойын ойнайық. Ағаш, қасық, жасанды. Келісеміз ба балалар? Ол табиғи. Шар ол жасанды. Оның ішінде газ бар. Біздің сабағымызда не ұқтық? Не білдік? Соны қазір мен сендерге балалар, біздің ата-бабамыздың мекендеген не екен? Қайда мекендеген екен олар? Кигіз үйде тұрған екен, не балалар? Жақсы, кигіз үйде тұрған. Олар қандай немен айналысқан? Мал шаруашылығымен, егінмен айналысқан. Жарайсың. Мал шаруашылығымен, егінмен. Ендеше балалар, осы ата-бабамыздың ошағын жағу үшін мен сендерге қазір қолдарына мынандай шам беремін. Осы шамға бүгінгі сабақтан не ұқтыңдар, не үйрендіңдер, осыған барлығын осында жаза отырып, біз ата-бабамыз тұрған кигіз үйдің ошағын жағайық. Жарай ма балалар? Жақсы балалар, аяқтап болсаңдар келіп, өзіміздің шамымызды, ошағымызды жағуға бастайық. Кәне елдар, бүгінгі сабақтан не түсіндіңіз? Мен түсіндім, бүгінгі сабақта жасанды немесе табиғи заттар бар. Жақсы, жарайсыңдар.
Ал жақсы балалар, ендеше біздің ата-бабамыздың мекендеген тұрған үлкен шаңырағының ошағын жақтық, жарайсыңдар. Бүгінгі біздің сабақта балалар не түсінді? Балалар, біздің осы кабинеттің ішінде нелер бар? Оны не дейді екен? Ал балалар, заттар нешеге бөлінеді екен? Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, өздеріңнің бағалауларыңды ұмытқан жоқсыңдар ма? Жоқ. Ал Жәнібек, сіз қандай баға бердіңіз өзіңізге? 9 деген баға берді. 9 баға. Сіз неше бал қойдыңыз? 10 бал қойыпты. Сен барлық тапсырмаға қатыса алдың ба? Жарайсың. Келесі, Айару, сіз неше бал қойдыңыз өзіңізге? 10 бал қойды. Сіз неше бал қойдыңыз? 10. Сабақты түсіндіңіз ба? Белсене қатыса алдыңыз ба? Жақсы, Еркежан. Мен өзіме 9 бал қойдым. Себебі мен кішкене қателестім. Мен 8 бал қойдым. Кішкене қателестім. Жақсы, жарайсыңдар. Ендеше балалар, келесі сабақта біз Елдар мен Айнұрға көмектесеміз ба сабақты түсінуді? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ өте ұнады, белсенді қатыстыңдар. Рахмет сендерге. Ал балалар, 48-ші, 51-ші беттегі тақырыпты мазмұндап келу және заттардың нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінетінін кесте бойынша ажыратып жазып келуіміз керек. Жарай ма балалар? Ендеше сабақ сіздерге ұнады ма? Иә.